Бүгінгі сіздерменен қозғайтын тақырыбымыз иман жайлы. Иман дегеніміз не? Осы иманның анықтамасына қысқаша тоқталуға тырысамыз. Иман дегеніміз бұл жалпы баршамызға мәлім, аты да айтып тұрғандай, жүректегі наным, сенімді айтамыз. Бұл иман деген нәрсе Алла Тағала тарапынан сенілуі керек болған мәселелерді жүрекпен сеніп және тілмен оны жеткізу. Алла Тағала тарапынан бізге парыз етілген, Алла Тағала тарапынан бізге білдірілген, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оны жеткізген мәселелерге сеніп әуелі жүрекпенен, соны кейіннен тілмен жеткізуге біз иман дейміз. Мысалға, Алланың бар және бір екендігіне сену. Соны жүрекпен сенеміз және оны тілмен айтамыз. Мәселен, Алла Тағала тарапынан пайғамбарлардың келгендігіне сену. Алғашқы пайғамбар Адам алейхиссалам, соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам деп мысалға сеніп, соны жүрекке бекітіп және соны тілмен жеткізу, бұл иман. Тағдырға сену деген секілді. Және де Алла Тағала тарапынан намазың парыз екендігіне сеніп, оны тілмен айтып және оны іспен көрсету деген сынды мәселелер бұл жалпы жүректегі иманымыздың анықтамасын көрсететін нәрселер екен. Сонда біз иман деген нәрсені айтқан кезімізде, сол Алла Тағаланың бұйырған, пайғамбарымыздың бізге жеткізген мәселелеріне жүрекпен шынайы сену және оны тілмен жеткізу. Құр жүрекпен сену де жеткіліксіз, тілмен де оны естуіміз керек екен, айтуымыз керек екен. Алайда құр тілмен айтып немесе жүрекпен оны сенбейтін болсақ, онда екі жүзді, яғни мұнафиқ деген ұғым бойынша адам сондай сипатқа ие болады екен. Сондықтан мұсылман адам, мұмин адам не істейді? Алла Тағала тарапынан шариғатта айтылған бүкіл парыздарды парыз деп қабылдап, бүкіл тиымдарды, харамдарды харам деп қабылдап, соны жүрекпен сеніп, соны тілмен есе деген жеткізеді екен. Амалда оны іс жүзінде көрсетеді. Міне осы иманды анықтамасы деп айтамыз. Осы жаңағы туындап жатқан көріністер, сыртқы бейнелер жүректегі иманнан туындап жатқан нәрселер деп не қыламыз? Айтады екенбіз. Бұл иманның орны жүрек. Сондықтан жүректің таза болуы, сондықтан жүрекпен бұған нанып сеніп, жүрекпен бұны бекіту негізгі талап етілген нәрселердің қатарына жатады. Иманның анықтамасын біз осылай қысқаша айтуға болады. Және бұған қосымша осы иманды жаңағындай жүрекпен бекітіп, тілмен жеткізу мәселесінде адамдар түрлі дәрежелерге бөлінеді. Мысалға айтатын болсақ, Алла Тағаланы әрі одан келген нәрселерді һәм тілімен, һәм жүрегімен мойындайтындар. Осы Алла Тағаланың парыз еткендерін, пайғамбарын жеткізген һәм жүрегімен сенеді және оны не қылады? Тілімен мойындайды. Екіншісі бар, бұл жүрекпен қабылдайды, бірақ тілімен айтпайды оны. Бұндайлар да бар екен. Үшінші бір топ бар, тілімен айтады, бірақ жүрегімен оны қабылдай алмайды. Ішкі жан дүниесі оны мойындамай тұр, бірақ қоғамның жаңағындай керектілігі үшін, сондай бір жасырын нәрсе жасау үшін, қоғамда жаман көрініп қалмау үшін тілімен мен сенемін деп айтады. Бірақ амалда ештеңе жоқ. Бірақ жүректе ондай сынаным сенім жоқ. Енді осы тұрғыдан үш дәрежені қараған кезімізде, жаңағы біріншісі шынайы ол жүрекпен сенді, және оны сенгендігі тілмен айтқан адамды біз мұсылман дейміз. Бұл Алланың құзырында да, адамдардың құзырында да бұл мұсылман. Алайда біреулер бар, жүрегімен сенеді, бірақ тілімен айта алмайды сенген нәрсесін. Яки болмаса саяси күштердің себебінен, түрлі түсі себептерге байланысты, ол тілмен айтса бір сондай зиянның келетіндігінен сақтану үшін тілмен жасыру мүмкін, бірақ жүрекпен сену мүмкін. Бұл адам енді үкімі қандай? Бұл адам адамдар назарында тілімен мұсылманмын деп айтпағандықтан, адамдар назарында кәпір үкімінде болғанменен, Құдайдың назарында бұл мұсылман, бірақ Құдайдан, өйткені бұл шынайы жүрекпен бірінші сеніп тұр. Айттық қой, иманның орны сондықтан жүрек дедік. Маңыздылығы да сол жерде. Енді үшіншісі бұл тілімен айтады, бірақ жүрегімен сенбейді. Онда бұл адам жаңағындай адамдар назарында мұсылман болып көрінгенмен, Құдайдың назарында кәпір. Біз бұған екі жүзді екенбіз. Сондықтан міне Алла Тағала бізге осы һәм жүрекпен сенетін, һәм сенгенімізді тілімізбен айтатын, һәм тілімізбен айтқанда амалымызбен іс жүзінде көрсететін мұсылмандардан болуды Алла баршамызға нәсіп етсін, жүректегі иманымызды кәміл қылсын, бойымыздағы амалымыздың салиқалы болуын нәсіп етсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.